Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен етсіз, яғни картошка мен гречкадан дайындалатын котлет пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар гречка және 2 картошка, кішкене 1 пияз және 1 сәбіз. Және де олардың барлығын біріктіру үшін жұмыртқа керек болады. Ең алдымен гречка мен картошканы суға пісіріп аламыз. Одан соң табаға аз мөлшерде май құйып, ұсақтап туралған пиязымызды золотистый цвет болғанша қуырып аламыз. Одан кейін үстіне сәбізді салып, екеуін тағы да жақсылап қуырып аламыз. Ең картопты езіп, немесе мен сияқты үкіштен өткізіп алуға болады. Оның үстіне жаңа қуырып алған пияз бен сәбізімізді қостық. Ал енді оның үстіне мына гречканы қосып, тұз, бұрыш, жұмыртқа барлығын салып араластыратын боламыз. Мінекей біз барлығын араластырып алдық. Дәміне қарай тұз, бұрыш саласыздар, және түрлі дәмдеуіштер салуға болады. Мен тұз бен бұрышты пайдаландым. Барлығын осылай араластырып, кейін қолмен котлеттің формасын жасаймыз. Котлеттерімізді осылай форма беріп, дөңгелекше етіп жасап аламыз. Ал енді табаға май құйып, қыздырып, котлеттерімізді қуыра бастаймыз. Міне біздің етсіз жасалатын котлетіміз осымен дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.